Сәлеметсіздер ме? 5-ші лекция импорт модуль. Модульдарды импорттауды үйренесіздер. Тексті оқитын курстың әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 2 Python бағдарламалау тілінің таңдау операторлары. Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен 5-ші видео лекция модульдарды импорттаумен танысамыз. Кез келген программалау түрінде кіріктірілген функциялар жиынтығы бар. Олардың қатарына мысалға len, print, inputты жатқызуға болады. Сонымен қатар Python пакетті модульдер жиынтығын қамтиды. Әрбір модуль Pythonдағы программа сіздің жобаларыңызда іске асыруға болатын функциялар тобы. Мысалға mass модуль математикалық функцияларды қамтиды. Random модулі кездейсоқ сандармен жұмыс жасауға және де тағы басқа. Модульдарды импорттау үшін алдымен import кілттік сөзі жазылады, одан кейін модульдің аты. Мысалы, import random, import this, import os, import sys, import mass деген осындай модульдардың түрі бар стандартты. Бұдан да бөлек көптеген модульдардың түрі кездеседі. Import this ол бізге Python философиясын импорттайды. Zen of Python. Ал енді біз келесі модуль түріне қарастыратын болсақ, import random, импорт кілттік сөз және модульдің аты random. Модульдің функциясын қолдану үшін алдымен модульдің аты жазылады, кейін нүкте арқылы функцияны қолданамыз. Мысалы, for циклі I in range жақшаның ішінде 5 рет цикліміз орындалады. Print жақшаның ішіне модульдің атын жазамыз, алдымен random нүкте қойдық. Және де функцияның аты randint. Randint функциясы бізге кездейсоқ элементтерді алуға көмектеседі. 1 мен 10 аралығындағы сандардың кездейсоқ элементін аламыз. Алдыларыңызда көріп тұрғандай бізде 5 жауап қайтарды кездейсоқ элементтерден. From import. From import импорттаудың екінші түрі. Бұлай импорттау кодты оқуды оңайлатады. From модульдің аты, import сөзі және функцияның аты немесе жұлдызша жазылады. Жұлдызша деген бүкіл функцияны білдіреді. Мысалы, from random import жұлдызша немесе from random import randint. Randint. For I in range жақшаның ішінде 5 қос нүкте цикл 5 рет жүреді. Print. Енді біз алдында модульдің атын жазып, нүкте арқылы функцияны қолданатын едік, ал қазір біз тек қана функцияның атын жазу арқылы қолданамыз. Randint. Осылай жазу кодты оқуды оңайлатады. From mass import жұлдызша. Бұл деген mass модулінен бүкіл функцияларды импорттадық деген сөз. X тең float. X-ке мән береміз. Float бізде бөлшек сан. Y тең синус жақшаның ішінде x. Біз синус функциясын импорттаған жоқпыз, бірақ ол жұлдызшаның ішіне кіреді. Print y. Print синус константтан қолдандық, пи деген бөлінген 2. Жауабы 1. Осылайша біз жұлдызша арқылы модульдағы бүкіл функцияларды импорттадық. Ал енді біз ойын құрастырайық, жаңа файл ашайық. From random import choice. Randomнан choice деген функцияны импорттадық. Ол кез келген бір элементті таңдайды. Words деген біз картедж құрастырайық. Ішіндегі элементтерін толтырайық. Computer, Apple, human, programmer, Python, howdy ho. Осындай элементтерден тұрсын біздің картеджіміз. Print ойын басталды, сәттілік деген хабарлама шығады. While true шексіз цикл құрастырамыз. While true деген шексіз цикл. Қос нүкте word деген жаңа айнымалы аламыз. Оған choice функциясы арқылы картеджден кез келген бір элементті таңдаймыз. Print хабарлама шығады. Жасырылған сөзде әріптер саны. str length word деген біз осы жасырылған сөздегі әріптер санын анықтап, оны str күйіне ауыстырдық, string ауыстырдық.
цикл for I in range 5. Цикліміз бізде 5 рет жүреді. Letter тең input. Әріпті таңда. Точка lower. Lower ол біздің енгізген жолға қолданатын әдіс. Енгізген жолды ол кіші әріпке ауыстырады. If letter in world. Енгізген әрпіміз сөзде бар болса, жасырылған сөзде, онда келесі хабарлама шығады. Жарайсын, ондай әріп бар. Қосылған str letter. Және әріпті шығарамыз. Else, егер жоқ болса, print. Сен қателестің. Ондай әріп жоқ. Деген хабарлама шығады. Ал енді циклдан шығайық. Сөз деген айнымалы жасадық. Input. Толық сөзді енгізетін кез келді деген хабарлама. Және де жақшаны жабамыз. Нүкте lower әдісін қолданамыз. Енгізген мәніміз бізде, input арқылы енгізген мәніміз ол string жол болады. Жолдарға біз lower әдісін қолданып, оларды біз кіші әріпке ауыстырдық. Себебі қолданушы бас әріппен жазып қойса, біз шарттарымызда ол дұрыс тексермейді, қате болады. Біздің жасырылған сөздеріміз де кіші әріптерден жасырылған. If енгізген сөз жасырылған сөзге тең болса, ура, сен ұттың деген хабарлама шығады. Else, өкінішке орай, сен ұтылдың деген хабарлама шығады. Тағы деген айнымалы жасаймыз. Тағы тең input. Тағы ойнайсың ба деген хабарлама шығады. Yes, no. Точка lower. Енгізген сөзді кіші әріптерге ауыстырамыз. If енгізген сөзіміз no-ға тең болса, break тоқтайды. Циклдан шығайық. Print сау бол. Осымен біздің ойынымыз аяқталды. Файлды сақтайық. Ойын басталды сәттілік жасырылған сөзде 6 әріп. Әріпті енгізейік. Мысалы, біз кез келген бір әріпті енгізейік. P бар, Y бар, T бар, H бар, O бар. Енді толық сөзді енгізетін кез келді. Python. Ура, сен ұттың, тағы жалғастырғың келеді ме? No, жоқ. Бір цикл арқылы қолданушыға 5 рет мүмкіндік бердік. 5 рет сөз әріпті енгізуге. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.